Келет, көкпар киіммен келет, тренері болады басында. Команда көкпар қош, команда көкпар шабады. Жаппай көкпар үйрек сөйлеме, жаппай көкпар шабады, Аллах бұйыртса. Сөйтіп мотивация жасау керек, мына жастарға үйрету керек. Атқа мінген қазақ бай ата-бабамыз күші қайтадан оралады деген әңгіме келеміз бәріміз. Біздің ата-бабамыз не үшін мықты болған? Бір айналдырған 4-5 батыр болды дейсің ба? Біздің ата-бабамыздың бәрі батыр болған, текті қазақтың ұрпағымыз. Қазір қараш қалада жастардың бәрі. Атқа мінбеген жігіттер қандай болып жатыр? Сырға тағып қалада жүр. Шашы пөгөс қалада жүр. Бір-бірімен қол ұстасып сөйтіп жүрген қазақтың жігіттері. Намыстамаймыз соның бәріне. Сол үшін осының бәрін жеткізіңдер жоғары жақтың бәріне. Өкіметтен жоқ дегенде жылына осы солтүстік өңірлеріне 4 рет 5 рет тендер объявлять етіп, хотя осы көкпарды поддержать етсе, үлкен салымдар берсе, мыналардың бәрі аталады. Мемлекеттің ақша. Жоқ, соны айтып жатырмын мен. Хотя бы 4-5 рет тендер объявлять етіп, жылына 4-5 рет көкпар берсе, қомақты қылып. Мынаның бәрі аттар ат ұстайды. Қазір ат ұстайды, 5.000 теңге, 10.000 теңге салымдар болады. Бұл аттың жеміне жетпейді, шөбіне жетпейді. Сол үшін атты да тәрбиелейді. Өздері де спорт залға барады. Ішімдік, шегірдік деген бәрін тастайды. Сол өзі нағыз қазақ біз боламыз баяғыда. Намыс оянады. Намыс оянады. Қазір мына тұрған любойна қазір. Үндемей тұр ғой қазір. Сөз қайта алмайды сөйлесең. Аттың үстеменсің, көздер көрмей қалады, батыр болып кетеді бәрі. Потому что ат дух береді адамға. Дух береді. Көрдің бе? Сондықтан осы өкімет тарапынан қолдау болып кішкене бізге көмек болатын болса, осы біз Астанада өзіміз федерациямыз бар. Кеше солтүстікте Омске көкпарға барып қайттық бар. Біз барғанда бір салым алып қайттық деп барған жоқпыз. Бір 150-200 атпен бардық. Біз барғанда сол солтүстік өңірде бата алудың не екенін қазақтар түсінсін, көкпардың не екенін түсінсін деп бардық сол жерге біз. Бата алу деген не үшін? Мына көкпарды біз бүгін не үшін беріп жатырмыз? Біз Қожамберді батыр деген батыр болған, Ақназар ханның қолбасшысы болған, мыңдық әскердің басшысы болған. Сол батырдың ұрпағымыз біз былай қарасаң. Сол батырдың ұрпақтарға 5 ғасыр өткенде соғымыз ас беріп көкпар беріп жатырмыз. Не үшін беріп жатырмыз біз? Мына елдің батасын алайын деп беріп жатырмыз. Елден нал алайын деп жатқан жоқпыз, бата алайын деп. Мына елдің халқының ризашылығын алайық деп. Қожамберді батыр кім екенін мына елге таныстырайын деп істеп жатырмыз. Сондықтан сен де бір батырдың баласың. Бұл да бір батырдың баласы. Мынаның бәрі батырдың балалары. Сондықтан жігіттер, мына Қожамберді руын көтеріп, мысалы ұйымдастырдым ғой мен. Аллах бұйыртса, әр рудан жиналыңдар. Өйсе көкпар беріңдер, елден бата алыңдар. Ұлттық спорт дамытайық жігіттер. Аттың үстінде жүрген қазақ мықты болады жігіттер.